Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев биліктен кеткен кезде оның орнына жас жігіт келеді. Қазақстан қарқынды түрде дамып, әлемдегі озық елдердің біріне айналады. Бұл туралы жеті қат аспанды көріп келген қазақ көріпкелі Әбіл Шәріпбекұлы мәлім етті. Жас жігіт тұрады, соның кейін бәрі орнына келеді біздің Қазақстанда. Әділ адам дегенде ойымызға ең бірінші Асхат Аймағамбетов келеді. Ол министр болып тұрған 3,5 жыл ішінде адал еңбек етіп, халықтың зор сүйіспеншілігіне бөленді. Ол қызметін абыроймен атқарып, білім саласына көптеген оң өзгерістер әкелді. Әділетті әрі өркениетті Қазақстанды қаласаңыз, адалдықты қолдап, өзгерістер үшін белсенді болыңыз. Ертеңгі жарқын елді бүгін бірге жасайық.